Сәлеметсіздер ме оқушылар, біздер бүгін математика сабағынан қайталау сабағы, яғни барлық осыған дейінгі өтілген тақырыптарда қайталау мақсатында 3 есептен тұратын бақылау жұмысын ұсынып отырмын. Бақылау жұмыстарын орындамас бұрын менің мына видеоролигімді тыңдап, есепті қалай орындау керектігін түсініп аламыз, содан кейін орындап, суретке түсіріп окей етуге саламыз. Бүгінгі сабағымыз бақылау жұмысы. Бірінші есепке назар салайық. Біздер естеріңізде болса, санды 0-ге көбейту, 0-ді санға көбейту, сосын санды 1-ге көбейту, 1-ді санға көбейту, бөлу туралы сабақпен, тақырыппен танысқан болатынбыз. Осыған берілген есептер мінекей 6 есеп беріліп тұр. Осы 6 есепті мәнін тауып, бірінші есеп қылып жазамыз. Өте оңай. Келесі екінші есепке қарай. Бірінші есеп деп аламыз. Мінекей мысалы 5 метр квадратты 45 метр квадратқа қосып аламыз. Сонда бізде 50 метр квадрат болады. Мына жағымыз 51 дециметр квадрат. Дециметр квадрат көп па, метр квадрат көп па? Осыларды анықтау арқылы ортасындағы жұлдызшаларға артық, кем, тең белгілерін қойып салыстырамыз. Және үшінші есебіміз мәтін есеп. Қарындаш 9 теңге, ал өшіргіш 8 теңге тұрады. Егер 5 карандаш және 4 өшіргіш алатын болсақ, барлығына қанша теңге жұмсау керек? Бұл есептің қысқаша шартын құрамыз. Шешуін, жауабын тауып, толық жазып, суретке түсіріп окей етуге саламыз.